Сәлем достар, сәлем. Бүгінгі эфирде Жапон халқының өмір сүру мәні туралы сөз қозғап кетейік. Икигай дейміз. Жапон халқы бүгінгі күні қарасақ, ең ұзақ өмір сүретіндер. Жапон халқының қай затын алсаңда өте сапалы. Жапон халқының халқы өте қарапайым. Ол неге байланысты деген сұраққа бүгін қолымнан келгенше жауап берейін. Икигай деген не деген? Менің каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылып кетіңіз, лайк басып кетіңіз. Пайдалы ақпарат болса, бөлісіп отыруларыңызды сұраймын. Сонымен Жапон халқының өмір сүру мәні икигай. Біз Қазақстанда алайықшы, басқа ел емес. Біз қазақстандықтар мамандық таңдағанда, еле жұмыс орнына орналасқанда біз ақшасына қарай барамыз. Қанша ақша төлейді деп. Біз өзіміздің жан қалауымызды, өзіміздің жанымыздың икигай деген өлеңіне мән бермейміз. Сол себептен біздің жасаған заттарымыз құнды емес. Оны сіз де, біз де білеміз. Енді Жапон халқы ғасырлап өздерінің салт дәстүрін сақтап қалған адамдар, сол салт дәстүрінің арқасында бүгін сол жемісін көріп отыр. Ал біз қазақтар өзіміздің салт дәстүрді жаңағы совет өкіметінің политикасының арқасында жоғалтып алып отырмыз. Бізде көп елеңдеушіліктер бар. Ал Жапон халқы өзінің салт дәстүрін сақтағаннан кейін, олар мамандық таңдаған кезде ең бірінші құндылық өзі екенін түсініп, жасаған ісі сүйіктісі болу керек. Ол жасаған ісі оған жұмыс ретінде күйзеліске алып келмеу керек. Икигайы бар адамдар ұзақ өмір сүреді екен. Икигайы бар адамдар табысты болады екен. Олар күйзеліске түспей, олардың жаңағы жүрек ауруларына шалдықпайтыны осыған икигайға байланысты екен. Енді икигайды толығымен қарасақ, міне, икигайыңды табу үшін өздерің жазуларың керек. Сіз жақсы көретін нәрсені тұтасымен. Бұл кезде жазған кезде балалық шақта не жақсы көруші едің? Оны да орынды жазып кетуге. Жазып, өзіңнің жан қалауың, түбінде жатқан өзің ашу үшін, ана 12-де бір гүлі ашылды деп жатады ғой, сол сияқты өзіңді ашу үшін тұтас қағаз бетіне түсіруің керек. Сіз жақсы көретін нәрсе. Соны түсіріп болып, ол сіз жақсы көретін нәрсе адамзат пен әлемге керек дүние ма? Соны анықтауымыз керек. Міне, сіз жақсы көретін нәрсе адамзат пен әлемге керек па деген сұрақты қоясыз. Одан кейін, ол сіз жақсы көретін нәрсе сізге ақша әкелетін іс па? Оны да өздеріңе сұрақ қойыңыздар. Сіздің қолыңыздан келетініз, сіз не жасай аласыз? Сол бағытта икигайыңызды табар кезде сол 4 сұраққа тереңінен жауап беруге тырысыңыз. Егер мен айтсам, мен өз ақиқатты білім деп қойғаным, менің өзімнің тәжірибемнен өткізген нәрселерді бүгінгі күні содан табысты, бай-қуатты болып отырғанымды айтып жеткізгім келеді. Мен де осы 4 сұраққа жауап бердім. Мен жақсы көретін нәрсе, болмысым роддомнан туғанда қыз болып туды десем, қыздық қасиетімді сақтау. Ол үшін бет күтімін жасау. Менің бет күтімім бұл ғаламға, әлемге керек па? Керек деп шештім. Сол бет күтімім арқылы мен ақша табалам ба? Табаламын деп шештім. Сіздің қолыңыздан келетін іс.
мен өзімнің бетіме жағып жүрген өнімдерді басқа адаммен бөлісе алам ба, жағып бере алам ба? Жағып бере алам деді. Сол себептен мен жаңағы MLM компаниясы арқылы өзімнің икигайымды тауып отырған адаммын. Енді тағы міне, сіз жақсы көретін нәрсеңіз. Адамзат пен әлемге керек нәрсенің ортасында борыш деген сөз тұр. Борыш деген өзіңнің жақсы көретін затыңды өзің ғана емес, жағып риза болғанға, басқа адамдарға көрсету арқылы басқа адамның жетістігіне себепкер бол дейді. Міне, борыш деген сөз ол қызмет ету деген сөз. Қызмет ету. Келесі, адамзатпен әлемге керек затпен сізге ақша әкелетін істің ортасында міндет деген тұр. Міндет, яғни жауапкершілік. Алдындағы эфирде айтқандай, Паретто заңдылығы. Сенің міндетің. Егер сізге ақша алып келетін зат болса, сен оны ұйымдастыру жолында өзіңнің күш қуатыңды, өзіңнің уақытыңды жіберу, ол шарт деген сөз. Міне, шарт. Жауапкершілікті алып, Алланың алдындағы міндетіңді, өзіңнің болашақ клиенттерінің алдындағы міндетіңді орындау, оған жауапкершілікке жауап беруің керек, жауапкершілік керек. Одан кейін сізге ақша әкелетін затпен сіздің қолыңыздан келетін заттың ортасында мамандық деп жазылып тұр. Мамандық бұл болашақтың айнасы. Біз мамандықты Қазақстанда ақша қай жерде көп төлейді деп таңдаймыз. Ал жапондықтардың ұзақ өмір сүру, табысты болу құпиясы, олар мамандық болашақтың айнасы деп біледі. Табиғатына қарай мамандықты таңдайды. Бұл табиғатына қарай мамандықты таңдау, мына Цуцай ғылымы өте көп көмегін береді. Осы орайда сіздерге айтатын, егер сіз әлі икигайыңызды таппай жүрсеңіз, мен Цуцай халықаралық мектебінің шеберімін, коуч, бизнес тренермін, энергетикпін, и мамандығыңызды таңдауға, икигайыңызды таңдауға көмегімді беріп, сіздің жетістігіңізге мен себепкер боламын деп айтып кетейін. Ал енді қолыңнан келетін іспен сен жақсы көретін нәрсенің ортасында қызығушылық деп тұр. Бұл өмірге деген құмарлық. Мен өмірге деген құмарлық, дүниеге, ғаламға, сананы дамыту деген өзің жеке құзыреттілігінен келетін зат. Барлық эфирлерде айтатын адамның алдындағы мақсаты өз санасын дамыту. Қалғанын бәрі екінші орында. Алдыңғы менің эфирлерімді да көріп, өздеріңіз тұжырым жасаңдар. Сол кезде сенің жүрегіңнің өлеңі, икигайың, өзіңнің күйіңмен, өзіңнің әніңмен, сенің істеп жүрген ақша алып келетін зат саған күйзеліс әкелмейді. Сен ешкімге тәуелді емессің. Сен өзіңе жақсы көретін іс-әрекетті жұмыс істегеннен кейін, ол бір күнде жұмыс істемедің дегенмен есептелінеді. Ал егер икигайын таппаған адам болса не болады? Біздің мемлекетте айтып отырмыз. Біз мамандық таңдағанда ақша қанша алып келеді? Ел не айтады? Деген сұрақтарды алдымызға қоямыз. Сол еңбектермен сол еңбектерді жасап табыс тауып жүрміз. Ол кезде икигайы адамның жоқ болса, қандай күй кешеді деген сөз. Мысалы, жақсы көретінмен адамзатқа керек затты таба алмасаң, рахаттанасың басқа жұмыс арқылы. Өзің дамисың, бірақ сенде ақша тапшы болады. Неге десеңіз, сіз Алладан келген міндетті орындаған жоқсыз. Алла осы дүниеге әрқайсымызды жібергенде, әрқайсымыздың өзіміздің міндетімізді жүктеп жіберген. Сол міндетіңді таппағандықтан ақша тапшы болады.
кешегі эфирларда айтқандай, егер осы өзің міндетіңді орындасаң, Алладан шексіз мүмкіндік түседі. Мүмкіндік деген ол денсаулық, ол ақша, көзге көрінбейтін көмекшілер келсе, табысты, бақытты боласың деген сөз. Егер сіз икигайыңызды әлі таппасаңыз, адамзатпен сізге ақша келетін орында жұмысқа деген шабыт, ынтаң болуы да мүмкін, бірақ күмән басып тұрады. Ол заңдылық, міне, бұл ақиқатты білім деп тұрғаным менің өмірімнен өткен зат. Мен өкімет барысында да жұмыс істедім. Мен жаңағы өзімнің жеке бизнесімді қойып, менің азық-түлік дүкенім бар деп айттым. Содан кейін Элмен компанияда істедім. Мен практик психологпын. Мен осы жолдың барлығын өзім өтіп, өзімнің жан дүниемді сезінген сезімдерімді сіздерге беріп отырмын. Егер сіздің жақсы көретін ісіңізбен, сіздің қолыңыздан келетін істің егер икигайын таппасаңыз, қанағат бар, бірақ өзіңді пайдасыз сезінесің. Бұл өмірде бақыт деген, біреудің аламын деген армандаған затына өзің септігіңді тигізу арқылы өзіңнің көздеген затыңа жетесің. Бұл өмірдің құпиясы осында. Құпиясы. Келесі, сіздің қолыңыздан келетін іспен сізге ақша әкелетін заттың. Егер икигайын таппаған болсаңыз, бәрі жақсы болса да, өзіңе көңілің тоймай жүреді. Бір қанағатсыздық болады. Мен өзім бір қанағатсыздықты сезінгеннің арқасынан, өзім осыны басымнан өткеннің арқасынан, 3 жыл бұрын, 21-ші жылы, өзімді дамытып, әлемді, ғаламды, дүниені, мен не үшін жаратылдым? Жаратушы мені осы дүниеге әкелгенде маған қандай міндет жүктеді деген сұрақтардың арқасынан, мен сол ойлағанымда Алла, өнерлі Алла, ретін тауып, Судсай халықаралық мектебіне барып, оқып келуді нәсіп етті. Аллаға сансыз шүкір айтам, сол арқылы менде көңілім толмаушылық, қанағатсыздық деген темалар өтіп жатыр. Сонымен бүгінгі кішігірім эфирімізді аяқтаймыз. Соңына дейін көрген жандарға алғысым шексіз. Менің 1000 подписчигім болады дегендерге сіздер септіктеріңізді тигізіп, мен практик психолог ретінде арнайы санаға даму жолындағы өзімнің сый құрметімді сіздерге беруге дайынмын. Ол үшін менің WhatsApp-ыма жазыңыздар, лайк басыңыздар, пайдалы деп шешсеңіздер, қоршаған орталарыңызға бөлісіп отырыңыздар. Сау, саламатта болайық. Келесі кездескенше.